Жан! Төркініме 10 күнге Қазалыға барып келген едім. Күйеуім осындай сюрприз дайындап қойыпты. Неге екеу деп таңғалып жатырсам, желтоқсан айында екеуміздің отбасы құрғанымызға 5 жыл болған, соған орай алдым дейді. Менікі iPhone 11 еді, 4,5 жыл ұстадым. Ал күйеуімдікі iPhone 13 болған. 13 болса да динамигі істемей қалып, звондаған адамдармен тек громкімен сөйлесетін. Сөйтіп, өзіне де маған да соңғы модельдегі iPhone-дарды алыпты. Одан бөлек баламызға 2 сыйлық сыйлады. Біріншісі осындай баспалды. Баламыз сразу мініп, қолым жетеді деп қолын жуып кетті ғой. Ал екіншісі болса унитазын бетіне арналған осындай отырғыш. Пойыздан келгесін түрін біраз шаршап тұр. iPhone алғанымызды жуайық деп Bento-Day парақшасынан тортқа тапсырыс бердім. Тапсырысымды мен айтқан уақытқа жеткізіп берді. Ал енді распаковка чек. Торттың жанында свечасы және салфеткасы мен вилкасы жүреді екен. Және тортты сіз қалаған дизайнда, сіз қалаған размерде жасап береді. Тортты тарелкаға салып, бетіне свечасын жағып, осылай 5 жылдығымыз құтты болсын деп торт әкелдім. Торттың свечасын өшіруге бірінші балалар асығады ғой, бір рет үрлеп қана қоймай, тағы да үрлеймін дейтіні бар емес па? Туған күндерден тортты тістегенді көріп, менің балам да осы кезде тортты бірден тістеп жатыр. Торттың тәтті болғаны соншалықты балам мәз. Бәріміз Bento-Day'дің тәтті тортын жеп алдық. Торттардың құрамы халал, 24/7 жұмыс жасайды. Алматы және Астана қалаларында точкасы бар.